Амастырма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Қорытпа кесек алтын мен күмістен тұрады. Ауадағы салмағы 0,309 ньютон, судағы салмағы 0,289 ньютон. Қоспадағы алтын мен күмістің жалпы салмақтың қанша пайызын құрайды? Енді алдымен балалар, біз Архимед күшін 2 теңдеп жазайық. F тешуі деп жазып қойық бұл жерге. Тешуі. Біз Архимед күшін, яғни ауадағы салмақтан сұйықтағы салмақты алып тастаққа теңде. Мынандай формуланы білеміз, өте жақсы. Енді Архимед күшінің екінші формуласы, яғни сұйыққа немесе газға батырылған кері итеруші күшінің шамасы көлемі сол дененің көлемінде ығысып шыққан сұйықты немесе газдың салмағына тең. Сондықтан ро сұйықтікі бұл жерде толық батырылыпты, сондықтан В. Бұл екінші теңдеу. Осы екеуін теңестірейік. Теңестірейікте біз ары қарата жалпы көлемді тапқалы тұрмыз ғой балалар. Ро сұйықтікі ЖВ тең болады П ауа алынған П судағысы. Үшінші теңдеу. Жалпы алтын мен күмістің жалпы көлемін анықтап алайық балалар. П ауа алынған П су тағы салмағы, яғни ро су Ж. Бұны өрнектеп шығарып алайық балалар. Бізге қазір есептеуге жеңіл болу үшін. Жалпы көлемін табу үшін біз 0,309-дан 9 ньютонын аламыз. 0,289 ньютонды аламыз да, кейін 10-3 килограмм бөлінген метр куб көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм деп алып тастаймыз. Содан ньютон мен ньютонды 289, мынада дұрыс жазылмай тұр болар. 0,289 ньютон деп дұрыстап жазып қойық. Ньютонды қысқартып тастайық, килограмм мен килограмм қысқартайық. Сонда метр куб шықты. 10-3 метр куб. Мына жерде 10-ның сонда шыққан кезде 2-10-6 метр куб шығады. Өздеріңіз асықпай есептеп аласыздар. Өте жақсы сан шықты. 2 көтілген 10-6 метр куб. Яғни суға батырылған алтын мен күмістің жалпы көлемі 2 миллилитр болды. Енді бізге жалпы салмағы, ауадағы салмағын енді біз ауадағы салмағы, ауадағы салмағы ол екеуін қосқанға тең. N1 қосу M2 көбейтілген Ж. Бұл біздің 5-ші теңдеу болсын балар. 5-ші теңдеу болсын. Жалпы көлем үшін де жазып қойық. Жалпы көлем сол үшін шығардық қой балар. В күмістегі көлеммен алтының көлемі қосындысына тең екен. Бұл 6-ші теңдеу болсын. Осы жерден балар біз күмістің алтының көлемі тауып алайық балар. Жалпы көлемнен біз күмістің көлемін алып тастағанға тең. 7-ші теңдеу. Енді біз арадан ашайық. Яғни П ауа бөлінген Ж деп жазып қойық. Ж тең болады. Ең бір дегеніміз ро алтын В алтын қосу ро күміс В күміс тең болады. Енді осы алтын жетінде қойып көрейік. Сонда ро алтын жақсан ішінде В минус В күміс плюс ро күміс В күміс деген осындай формула шығарып алдық. Енді біздің мақсатымыз балар, осы мына жерде бірақ белгісіз тұр. Осы күмістің көлемін есептеп шығарып ары қарата П ауа бөлінген Ж. Енді біреуінің көлемін тауып алсақ, жалпы көлемін таптық. Сонда келесі алтында көлемін шығарып алуға болады ғой. Енді жақсан ашайық балар. Ро алтын В минус ро алтын В күміс плюс ро күміс В күміс. 10-ші теңдеу. Ары қарата өрнектеп шығарайық балар. Ро алтын В минус П
ауа бөлінген Ж тең болады. Мына жерде міне күмісті жақтан сыртына шығарып жіберуге болады. Сонда ро алтын минус ро күміс болды. Бұл біздің 13 теңдеу. Енді осы жерден күмістің формуласын шығарып аламыз балар. Күмістің көлемін ара-арта нүктеп шығарайық. Ешқандай қиындық қалған жоқ. Үстінде алымында ро алтын көбейтілген В жалпы көлеміміз бар және тауып алғанымыз П ауаның салмағы бар. Оны Ж-ға бөле саламыз. Ал бөлімінде ро алтын алынған ро күміс қалды. Яғни бізге күмістің көлемін есептеп шығаратын формуланы қорытып алдық. Ешқандай қиындығы жоқ екен. Еді 11 деп жазып қойық. Жатсыз қалдық. Ары қарай енді есептеу керек қалды болар. В күміс тең болады. Алтын тығыздығын білеміз. 19,3 3 килограмм бөлінген метр куб көбейтілген 2,6 метр куб минус ауадағы салмағы 3 сонда 10-ға бөліп жесек болар. 30,9 көбейтілген 10-нан минус 3 дәресі болады ғой. 30,9 оны минус 3 дәресі бөлінген 19,3 алынған 10,5 10-нан 3 дәресі килограмм бөлінген метр куб. Сонда бізде шықты балар. Шықты 1,3 аспай есептеп аласыздар. 10-нан минус 6 дәресі метр куб шықты. Нарда мына жерде бізде метр куб килограмм бөлінген метр куб қысқарады. Мына жерде балар біз килограмм ғана алады ғой. Ньютон бөлінген ньютон қысқарып кетеді. Сонда бірден жазып қойдық. Сонда килограмм бірден жазып салдық балар. Ж-ға бөлесек. Содан кейін килограмм мен килограмм жақтан сыртына килограмм қысқарады, метр куб шықты. Сонымен күмістің көлемін тауып алдық. Балар. Күміс тең болады 1,3 10-нан минус 6 дәресі метр куб шықты. Енді бізге жалпы массаны табу керек. Балар, жалпы массаға мынандай формула жазып қойшы балар. Ем тең болады ем күміс қосу ем алтын. Бұл біздің 12-ші теңдеу деп жаздық. 12-ші теңдеу. Енді ара-арта ашайық. Осы жерден ем алтын тауып алайық. Бізде жалпы масса бар. Минус ем күміс. Ем алтын үшін тағы да жазайық. Ем алтын ол ро алтын көбейтілген В алтын. Бұл біздің 14-ші теңдеу. Арада ары-қарта есептеп жіберейік. Адашып жіберейік дегеніміз ғой. Ем минус ро күміс В күміс таптық қой балар. Сондықтан енді барып теңестіріп жіберсек, бізге жақсы болады. Теңдіктің оң жағы тең, сол жағы тең деп енді бізге алтынның көлемін анықтауымыз керек қой балар. Ро алтын көбейтілген В алтын тең болады. Минус ро күміс көбейтілген В күміс. Бұл біздің 15-ші теңдеу болды. 15. Енді алтынның көлемін есептеп шығарып алуға болады екен. В алтын тең болады. Минус ро күміс В күміс бөлінген ро алтын. Орнына қойып есептей салайық балар. Сонымен В алтын 309 10 минус 3 дәресі ньютон. Амнарда емді бірден шығарып алайық мына жерге балар, асықпай. Ем дегеніміз П ауа
бөлінген ж және ауызша шығара салғанбыз иә балар. Сонда 309 10 минус 4 дәрежесі болады ғой балар. Сонда 309 10 минус дәрежесін мына жерден бірден шығарсақ ем тең болады 309 10 минус 4 дәрежесі килограмм. Ересінде минус 4 болады. Қазір шықпай қалады есебіңіз балар. Минус 4 дәрежесі килограмм. Алу күмістікі 10,5 10 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб. 1,13 10 минус 6 дәрежесі 10 6 дәрежесі метр куб. Алтындікі 19,3 10 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб. Бірлігі шықты балар. Килограмм метр куб қысқарды. Килограмм қысқарды. Енді нарда 30,9 10 3 дәрежесі жаз жерек балар. Бәрін минус 3-ке келтірейік. 30,9 10 минус 3 дәрежесі. Сонда мына минус 6 мен плюс шығар минус шығарады. Сонда минус 6 қала. Сонда 10 минус 6 дәрежесі. Күмістікі сонда бізде күмістікі енді есептеп жіберейік балар. Есептеу ғана қалды. Бұл алтындікі. нөл 89 арада. Тем болады 0,89 378 метр куб болды. Сонымен алтындікінде таптық балар. В алтын 0,89 78 10 минус 6 дәрежесі метр куб. Біздің мақсатымыз балар П алтындікін тау. Ол Ро алтын, Ж, В алтын. Ро алтындікін не табайық? 19,3 10 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм көбейтілген 0,89 37 8 10 минус 6 дәрежесі метр куб. Сонда минус 2 қалады. Көбейтіп жерек. Сонда бізде алтындікі П алтындікі қалды 172,5 10 минус 3 дәрежесі ньютон болды. Енді П күмістікін табайық балар. П күміс салмағын. Ро күміс, Ж, В күміс. Күмістікі 10,5 10 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм. Күмістікі бізде күмістікі қанша еді? Балар күмістікі 1,13 10 минус 6 дәрежесі. 1,13 10 минус 6 дәрежесі метр куб. Метр куб шығарады. Килограмм шығарады. Сонда бізде шықты балар 136,15 10 минус 3 дәрежесі ньютон. Енді тексеріп жерейші балар. Тексеру жалпы ауадағы салмағы. Дұрыс шығардық бекен балар. Ауадағы салмағы П алтын қосу П күміс. Тең болады 172,5 қосу 136,5 10 минус 3 дәрежесі ньютон. Тең болады 309 10 минус 3 дәрежесі ньютон. Яғни П ауадағы салмағы 0,309 ньютон болды. Яғни дұрыс деген сөз. Енді қатынасын ғана ала салу қалды ғой балар. П алтынын П ауадағы салмағы. Алтындікі біздікі 172,5 бөлінген 309. Нарда 10 минус 3 дәрежесі бар. Нарда да 10 минус 3 дәрежесі ньютон бар. Енді 100-ге көбейсе онда пайыз шыға келеді, балар. 100 тең болады. Көбейтіп бөліп жерейік.
172,5 bölü 309 55 56 жоқ шамамен 56 пайыз. Сонымен P алтының P ауадағы салмақ, жалпы салмақ қой болар, 56 пайызын құрайды екен. Келесі P күмістің жалпы салмақтан, P ауадағы салмақтан көрейік енді. Оныкі біздікі қанша болып еді? Болар 136,5 болған. 136,5 10-ның -3 дәрежесі ньютон бөлінген 309 10-ның -3 дәрежесі ньютон. Енді пайыз шығарғымыз келсе 100-ге көбейтіп жібереміз, болар. Сонымен 136,5 бөлу 309 44 пайыз. 44 пайыз шықты. Сонымен P күмістің P ауадағы, мынау ауа болар, ауадағы салмағы 44 пайызы құрайды екен. Ал P алтының осы қоспаның ауадағы салмағынан 56 пайызын құрайды екен. Жерге жауабы деп жазсақ болар. Жауабы. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.